Барлығыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен сочник тәттісін дайындайтын боламын. Арасындағы салмасына сүзбе салып пісіретін боламын. Дәмі өте керемет болып, қамыры жұп-жұмсақ болып шығады. Менімен бірге болыңыздар және міндетті түрде дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырын илеп алуымыз керек. Ол үшін бос ыдысқа сары майды салып, үстіне жұмыртқаны, қантты және қаймақты салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Миксердің көмегімен осылай араластырып аламыз. Енді ұнды шетінен аздан салып отырып, үстіне қопсытқышты саламыз. Барлығын бірден араластырып, қамыр илейміз. Ұзақ илеудің қажеті жоқ. Қамырдың басы біріккенше ұнның қалғанын салып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Мөлшерінде көрсетілген ұнды ғана салуымыз керек. Сол кезде сочниктеріміз жұмсақ болып шығады. Рецептің толық құрамын сипаттама бөлімінен көре аласыздар. Бетін жауып мұздатқышқа жарты сағатқа қоямыз. Жарты сағаттан соң салмасын дайындаймыз. Сүзбеге 1 шай қасық ванилинді, 1 ас қасық қаймақты, 1,5 ас қасық қантты және 1 ас қасықтай ұн саламыз. Сүзбеміз қою болғаны дұрыс. Одан кейін жұмыртқаның ақуызын саламыз. Миксермен немесе қасықпен араластырып аламыз. Енді қамырды алып, ас үстіне ұнды сеуіп, жайлап орташа қылып жайып аламыз. 5 мм-дей қылып жаямыз. Мен мини сочниктер жасайтын боламын. Ал егер де сіздер үлкен жасайтын болсаңыздар, қамырды 70-75 граммнан өлшеп алып, бірден жайып, арасына салмасында көбірек салып пісірсеңіздер болады. Міне мини сочниктеріміздің қамырын дөңгелек қалыппен кесіп аламыз осылай. Табаға пергамент төсеп майлап аламыз. Әр қамырдың арасына 1 ас қасық сүзбені салып, яғни салмасын салып, осылай екі бүктеп табаға сала береміз. Және қамырдың үстінен кішкене басыңқырап қоямыз. Әйтпесе піскен кезде ашылып кетуі мүмкін. Мини сочниктердің әрқайсысы менде 30-35 граммнан шықты. Және 20 штуктей шықты. Жұмыртқаның сарыуызына 1 ас қасық сүт араластырып, сочниктердің бетінен жағып шығамыз. Мен сарыуызға 1 ас қасық кілеге қостым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне сочниктерімізді пісіріп алдық. Бетіне қант ұнтағын себеміз. Қаласаңыз сеппеуге де болады. Неге енді толықтай мини сочниктеріміз дайын болды. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін және сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видео рецепт ұнаса лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта шығатын видео рецепттерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойыңыз және поделиться белгісін басып достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Міне енді арасын бөліп көрейік. Жұп-жұмсақ, мақтадай үлпілдеп тұр. Сүті бар қою шаймен жақсы үйлеседі. Сіз де жасап көріп отбасыңызды қуантыңыз. Сіздермен болған Айнұр, баршаңызға сәттілік.